Мына 2 ай болды мынаны ішкеніме. Асқазаннан гастрит, ұйқы безі бұзылған, жаңағы кім айтпақшы. Райхан. Түнде ұйықтамаймын, Райхан айтпақшы. Сөйтіп әйтеуір күн өтіп жатыр ғой. Бізге денсаулық керек одан не істейміз? Жатқым келмейді мен, қимылдап қалған адам, жатқысы келмейді. Содан 2 жыл болды аяғына баса алмаймын мынау. Ішкен ауқатым барлығы аяғыма түсіп тұрған ауыр болады өстіп ақсап жүрдім. Сонымен осыны іштім, осы 2 ай болды. Аяғым жеңілденді, гастрит. Мынау не қылады екен енді? Аштады да, ашқарында ішеміз, қазанда намазға тұрған уақытта 4-5-терде ішеміз, аштады. Ем жүріп жатыр деп қоямыз өзіміз. Ем жүрген сол ғой енді, ашты жатыр. Сөйтіп жүрдік, осымен 2 ай болды ішкеніме. Ұйқы безім дұрысталды. Қазір өте керемет, ұйқым жақсы. Содан 3 айлық немерем бар, қызымның баласы. Сол 1 ай, 2 ай жаңағы неге барады да, 1 ай болған уақытта больницаға барып тексеріледі. Басында су бар дейді ананы. Осындай массаж жасаймыз, өйтеміз, бүйтеміз. Содан полисте жоқ, ештеңе, бірақ шырылдап жылайды түнде. Содан кейін барып, осыдан алдымдағыны, мынаның біреуін алдымдағыны, кішкентай ғана су неге, 1 қасық суға ертіп алдымдағы сосқысымен бере салдыңыз, бутылкасымен. Қазір тыныш, ұйқысы да тыныш, өзі де тыныш, қайта-қайта ай сайын тексереді ғой олар. Ешқандай не жоқ, жоқ. Су да жоқ, басқа да жоқ, дені сау деп. Осыдан бастадым, осыны ішіп жатырмын, басқасын енді ішкен жоқпын. Мынаның өзі керемет нәтиже көрсетті. Бір електі ғана ма? Сіздің аяғыңызға не деген не ғой, диагноз? Менде жаңағы грижа деді, остеохондроз деді, анау деді, мынау деді. Толтырды ғой больницаға барсам. Беліңізден грижа деді ме? Иә, белімнен грижа. Аяғыңыз артрит деді. Бәрін айтты. Сонымен одан жауап дертімен де жоқ. Больницаға барам, жатам, ешқандай ем қонбайды маған. Ешқандай әсер. Временное обезболивающее ғой. Сонымен қой дедім, осыны Уақытша ішкенде жеңілдетеді. алыңыздар, ішіңіздер, ем болсын, шипа болсын. Хороший результат.